Сәлем сұлуларым, қалайсыздар? Күзгі сән туралы видеоны ұзақ күткендеріңізді білемін. Кештеу салып жатқаныма кешірім сұраймын. Сонда да сіздерді арнамды қолдап, лүпіл басып, пікір қалдырады деген сенімдемін. Күзгі сән 2025 маусымы өзіндік ерекшеліктерімен және стильдің әртүрлілігімен ерекшеленеді. Ең басты стильдік бағыттары: бірінші, ағылшын аристократиясы мен ауылдық шик бағыты, элегантты және жайлы стиль. Екінші бағыты бохо мен винтаж, еркін және шығармашылыққа толы көріністер береді. Жеке-жеке тоқталар болсақ, ағылшын аристократиясы мен ауылдық шик стилі биылғы күзде ең танымал бағыттардың бірі. Қалалық сән мен ауыл тыныштығын бір образда біріктіруге мүмкіндік береді. Бұл екі тренд сәнді, жайлы және классикалық элементтерді заманауи үйлесімде ұсынады. Ағылшын аристократия стилінің негізгі киімдеріне твид, велвет, кашемир, сапалы тығыз маталар, қос түймелі жакеттер, ұзын пальтолар, клетка яғни торкөздер басты принт болып табылады. Классикалық жилеттер мен галстуктар, қоңыр, сұр, бардо сияқты бай түстерде осы стильдік бағытқа жатады. Ал аяқ киімнен броги, оксфордтар, жакей етіктері жатқызылады. Аристократиялық стиль арқылы ақсүйектік, ұстамдылық пен салтанаттылық байқалады. Ал ауылдық шик дегеніміз табиғи маталардан, яғни зығыр, жүн, мақтадан тігілген киімдер, гүлді көйлектер, жұмсақ кардигандар, сондай-ақ қолдан тоқылған аксессуарлар, қарапайым аяқ киімдер, ботильондар, замш етіктері жатады. Ал түстеріне келетін болсақ, сүт түсі, лаванда, бал түсі, ашық қоңыр реңктер сәйкес келеді. Ауылдық шик жайлы, бірқалыпты өмір салтына, табиғат пен үйлесімге мән береді. Енді осы екі стильді қалай үйлестіруге болады, соны қарастырайық. Твид жакетті гүлді ауылдық көйлекпен киіңіз. Винтажды былғары белбеу қосып, стильді күшейтіңіз. Жүннен тоқылған бас киім немесе тоқылған сөмке ұстаңыз. Енді бохо мен винтаж стиліне тоқталайық. Бұл бағыттар 2025 жылдың күзінде шығармашылық пен еркіндікті көрсететін ең романтикалық және дара стильдік бағыттар. Бохо стилінің негізгі белгілері: еркін пішінді киімдер, кең көйлектер, тюль белдемшелер, жамылғылар және этникалық өрнектер, оюлар мен кестелер жатады. Сонымен қатар жеңіл ағып тұратын маталар, шифон, мақта, зығыр бұйымдары, көп қабаттылық, яғни жилет үстіне кардиган, палантин кию, сондай-ақ қолдан жасалған аксессуарлар, бисер, макраме, өрілген белдіктер жатады. Ал түстеріне келсек, терракота, зәйтүн, сары және көкшіл реңктерден көрініс табады. Бохо стилі еркіндік, саяхат, шығармашылықты сипаттайды. Ал енді винтаж стиліне келетін болсақ, өткен ғасырдың 20-80 жылдарынан шабыт алған стильдік бағыт. Ретро түймелер, шілтер жағалар, белге басымдық беру образдары, винтажды сөмкелер, зергерлік бұйымдар, көзілдіріктер жатады. Ал маталарына келсек, барқыт, жібек, трикотаж, түстері жұмсақ, пастель түстер мен ретро принттер, яғни бұршақ, геометриялық сызбалар және гүлдер принттері. Бохо мен винтажды үйлестіретін болсақ, бохоның еркін силуетін винтаж стиліндегі аксессуармен, мысалы брош не клатчпен толықтырасыз. Немесе гүлді бохо көйлегін 70 жылдар стиліндегі пиджакпен үйлестіресіз, ал аяқ киімге замш етік не ретро туфли киесіз. Бохо табиғатпен үндесу мен шығармашылық еркіндік болса, винтаж өткеннің стилін құрметтеу болып табылады. Оларды біріктіру арқылы дара, жылы және ерекше образ жасай аласыз. Ал енді осы күздегі басты трендтерге тоқталсақ, бірінші, романтикалық және готикалық элементтер, әсерлі және батыл бағыттардың бірі. Бұл стильдер нәзіктік пен драманы, сезімталдық пен күңгірттікті үйлестіреді. Романтикалық элементтерге нәзік түстер, крем түсі, қызғылт, ашық сирень, гүлді өрнектер, фатин, шілтер, тор мата, валандар мен нәзік драпировкалар жатады. Аксессуарға винтаж сырғалар, бантиктер. Бұл стиль нәзіктік пен сезімталдықты сипаттаса, готикалық стиль күшті әрі жұмбақ. Негізгі белгілері қара түс басым болып келеді. Қара барқыт, шілтер, мөлдір маталар, күрделі кестелер, викториандық жағалар, корсеттер, тік силуеттер мен қатал сызықтар.
аксессуарларға шокер, металл элементтер, шынжырлар жатады. Қалай үйлестіруге болады? Мөлдір шілтер көйлектерді қатты пішінді былғары жакет готика мен романтиканың балансын береді. Немесе қара түсті көйлек пен металл аксессуарлар тағасыз. Мұндай стиль көбінесе кешкі образдарда, фотосессияларда, подиумда қолданылады. Бірақ әдемі үйлестіре білсеңіз, күнделікті киімге де енгізуге болады. Келесі бір басты тренд гринни кардигандары, немесе әже стиліндегі кардигандар. Биылғы күздің ең ыстық трендтерінің бірі. Бұл стиль жайлылық, ностальгия және винтаждық әсемдікті біріктіреді. Мұндай кардигандардың негізгі сипаттамалары қолмен тоқылғандай көрінетін фактуралы трикотаж, үлкен түймелер, кейде гүлді немесе өрнекті түймелер, оверсайз пішін, кең, еркін, жүн, кашемир маталар. Ал түстері беж, сүт түстері, қоңыр, лаванда, шалфей түсінде болады. Мұндай кардигандарды джинсы немесе макси белдемшемен күнделікті образ үшін, гүлді көйлек сыртынан кешкі образ үшін, белбеу мен буып кию дене бітіміңізді айқындау үшін, ал классикалық шалбар мен ағылшындық стильде жақындау іскерлік стиль үшін кисеңіз болады. Гринни кардигандары бұл жай ғана киім емес, ол жылулық пен жайлылықтың сәнді бейнесі. Келесі бір тренд болатын ботфорлар мен етіктер. Биылғы жылдың күзінде терең бордо түсті, бос пішінді және жылан терісінде үлгісіндегі етіктер трендте болмақ. Мото және шабандоз стиліндегі жалпақ етіктерде өзекті болады. Енді 2025 жылдың күзінің сән палитрасындағы ең өзекті реңктерге тоқталсақ. Моха мус түсі, яғни жылы, қанық қоңыр түсті реңк. Кофе мен карамельдің арасында орналасқан жұмсақ тон, табиғи, тыныш, заманауи көрінеді. Бұл түсті ақ, сүт түстерімен жұмсақ және табиғи образ үшін үйлестірсеңіз болады. Ал қара немесе изумруд түстерімен контраст пен тереңдік беру үшін үйлестіресіз. Трикотаж, пальто, шалбар және аяқ киімдер осы түсте жақсы көрініс береді. Екінші басты реңк фиолет түстері, яғни баклажаннан лавандаға дейінгі сирень, жүзім, қара өрік сияқты реңктер сәнде болмақ. Романтикалық әрі драмалық реңктер әсіресе барқыт, атлас, жібек сияқты маталарда сәнді көрінеді. Бұл түстер сұр, көкшіл, күміс түстермен суық, ақсүйектік эффект берсе, моха муспен жылы және суықтықтың әдемі балансын береді. Моха мен фиолет мінсіз дуэт болады. Бұл екі түс бірге үйлесіп, жұмсақтығы мен тереңдігі бар элегант образ жасайды. Мысалы, моха түсті пальто, қара өрік түсті шарф, немесе лаванда түстес көйлек пен карамель түсті етік. Моха мус жерге жақын, табиғи, ал фиолет рухани сырлы реңк. Олар тереңдік, байлық және стильділік береді. Ал силуэттер мен текстураларға келер болсақ, акцент иықтар мен белге беріледі. Яғни 80-ші жылдардың